Бірнеше күн үрдіс жылжып, сәдімге қарай еңкейген көш номғын асуынан асып, Зұңжа шекарасына келіп түсті. Хан Жиңбау өз тұтқыны болған Елісқан, Қойшы, Ыдырыш, үшеуін негіз еткен Жәнтекей ауылдарын 300 әскермен қоршап, Жыңғылды ойпаттың ортасындағы Есілжан аталатын бастаудың басына түсірді. Сауяның қарауындағы Сабырбай ауылы жәдіктерді негіз етіп, биік Жалқұмның солтүстік бауырына түсті. Бұлардан оқшаулау Ілияз ауылында 40-50 атты шерік қоршап жатты. Бұл үш бөлек елдің сыртында Таңғыт пен Моңғолдан жасақталған қалың қол бар еді. Хан Жиңбаудың қорғаушы шеріктерінің бірі қол аяғы кісенделген Елісқанға бір жапырақ қағаз әкеліп берді. Қағазды ашып қараса, алдан Сәния, Бәтима, Мүбила, Күләй деген 12 қыз-келіншектің аты жазылыпты. Қиқы-шойқы жазуды Сағидолланікі дейін десе, ол хат танымайды. Мүмкін Оразайдікі шығар деп түйді. Әлгі шеріктің бетіне ажырая қарап еді, анау ыржалаңдап: "Бұлар біздің бастықтарға керек, хан Пулижанның тапсырмасы. Өз адамдарыңызға бұйрық беріп, бүгін кештен қалдырмай әкелдіріп берсін дейді", деді. Сұмырайлар орнынан ұшып тұрмақшы болған Елісқанды екі жағынан төне қарап тұрған қос күзетші иығынан басып тұқыртып тастады. Шатырдың сырт жағында баспалай қарап тұрған Хан Жиңбау алшаңдай басып, оның қасына келді. "Елісқан мырза, сіз әлі жуасыған жоқсыз ба?" "Жоқ, бұлай болмайды. Өзіңізді емес, еліңізді ойлаңыз. Қазақтарда қызды қырғызды алады деген сөз бар. Қайдағы бір шүйке бастарға бола?" "Оңбаған, арсыз сұмырай, жап аузыңды. Дінін сатқан мүнәфиқ неме, малымыз бен жанымызды алғаның аз болғандай, арымызға ауыз салайын дедің бе? Қолымды босатсаң, мойныңды шілше бұрап, тіліңді желкеңнен суырып алар едім." "Сабыр, сабыр, Елісқан мырза. Мұндайда ашуға басу жарамайды. Ал ашуға бассақ, сізге де жаман болады." Хан Жиңбау осын айтып қатулана айғайлады. "Көрдің бе мынаны?" деп мәуездеріне қол салды. "Ажалға жүгірген қайуан, ақмақ болма. Кештен қалмай аталған қыз-қатындар шатырларға әкелінетін болсын. Әр рудың бастықтарына қағаз жаз, әйтпесе жаман болады." Күре тамырлары білеуленіп, өңі қап-қара болып түтігіп кеткен Елісқан қағаз жаз дегенде барып ашуын ақылға жеңдіріп, өзін зорға тежеді. "Қағаз жазу деген маған Алланың берген соңғы орайы шығар. Лажысыз мақұлдық білдірген болып, ақырғы рет айқасудың қамын жасап көрмейміз бе?" дегендерді ойлап үлгірді. Сонда да бірден берілгендік танытқысы келмей: "Хан мырза, сен менің жауымсың. Оларға мен қағаз жазып бермесем де, әкеліп алып ойыңа келгенін істеу қолыңнан келеді. Бірақ елді шулатып қайтеміз. Жауым болсаң да еркексің ғой, шөліңді басқың келген шығар. Мен хат жазып берейін, қалғанын өзің ыңғайла. Десе де үлкен бар, кіші бар, құпия болу жағын ойла. Қазақтың қыз-қатындары үлкендердің көзінше ала жыбаттамайды", деп күрсінді. Жауының бұлайша тез майырыла қалуын өз жеңісіне балаған Хан Жиңбау марсиып қалды. Қорғаушы шерігіне Сағидолланы шақыртып алып: "Елісқан қыз-келіншектерге хат жазып береді. Итті үргізбей, битке де білгізбей, қалғанын өзің ыңғайла. Бәрі де сыбағасыз, үлессіз қалмайды. Әр қызға 100 күміс теңге береміз. Әскери шені барлардың қалтасы да тақыр емес. Қыз жақсы болса, ақ күмісін аямайды", деп бұйырды. Ескендірдің хатын аламын деп өліміне өзін кінәлі сезінген Елісқан бұл жолы қатты бір емес бірнеше кісіден беруді жөн көрді. Сағидолланың хат танымайтындығын білетіндіктен оған әлгі 12 қыз-келіншектің атын тізіп, "Бұларды Хан Жиңбау сұратып жатыр", деп қана жазды. Көп өтпей Елісқанның қасына Атшыбай келді. Сүлкіні түскен, өңінде қан сөл жоқ. 3-4 күннің ішінде мүлдемге жүдеп кетіпті. "Балам, сенің жүзіңе тура қарайтын бет жоқ менде. Алла кешсе өзің кеш, алданып торға түскенімізді қарашы. Құран ұстап ант берген соң, мен де Құран ұстап, онымен қоймай сендерді шырғалап күнәлі болдым ғой. Тәңірім, төрімнен көрім жуық қалғанда осыны көрсетті-ау. Өзіме де обал жоқ. Бүйтіп тірі жүргенше қара жер неге жұта салмайды екен?" деп кемсеңдеді.
Елісқан үнсіз тұнжырап ауыр дем алды. Бір қыдыры уақыттан кейін: ата, өткенді қуып қайтеміз. Сіз де әдейі істеген жоқсыз. Елдің күндегі жағдайын күнде естіп отырмын. Маған тамақ тасып Шәмши келіп кетті. Кеше кеште Жанымхан, Қанапия, Уәлиқан бастаған 7 адамды тағы ұстапты. Қатты қарсыласса керек, бірнешеуін атып тастапты. Аяға шығып жүгіріп жүрген 9 бала жоғалып кетіпті. Басқа тапшы тибеттер ұрлап кетсе керек. Бүгін таңертең Мұқанай бастаған 9 адамды тағы ұстапты. Із тоссыз жоғалып кетіп жатқандар да бар дейді. Әлінен асқан шеріктер көрінген жерді қамшы үйіріп, елдің берекесін әптен алды. Сүлеймен молда бастаған бір қаншасын сабағанын көзім көрді. Бүйте берсек ел болудан қаламыз. Бас көтерер ер азаматтың бәрін қырып бітірді. Бол аз болғандай сұмдықтың көкесі енді болғалы тұр. Мына қағазды көріңізші, деп әлгі тізімдікті көрсетті. Атшыбай өз қызы Бәтиманың есімін көргенде жерге кірермен болып, одан әрі бүгіліп кетті. Ұрт еттері бүлкілдеп қалш-қалш етеді. Елісқан сөзін жалғады: жанымызды жәбірлеп бір өлтірсе, арымызды таптап екі өлтіргел отыр. Бұдан өткен жауыздық болама. Мен тағы бір қағаз жазып қойдым. Оны Қожақынның өз қолына тапсырып беріңіз. Өте сақ болыңыздар. Бүгін не өлетін, не өлтіретін күн. Қожақынға сәйкесіп жаудың хабарын жеткізіп тұрыңыз. Тамақ әкелген болып жүрген жігіттер менен тіл алып тұрсын. Тез қимылдаңыздар, деп күбірледі. Елісқанның хабарын алған Қожақын бұл істі жүрегімен құбалса да, бірден ортаға шыққысы келмей, алдымен айналасындағылардың жігерін жанып, күреске өздіктерінен шығатындай ерлік рухын орнатпақ болып, өзіне келген сәлемді елдің басты адамына түгел жеткізіп, олардан ақыл сұрады. Қожақынның алдында тізерлеген ауыл ақсақалдары: қарағым, мына жауыздықтан, зұлымдықтан құтқара көр. Бүйтіп қорланғанша өлгеніміз артық. Ертең ұрпағымыздың бетіне қай бетімізбен қараймыз, деп көздеріне жас алысты. Қожақынның күткені де осы еді. Оларды әлі де ширата түсу үшін: сіздер мақұл дегендіктеріңізбен басқалары не дейді? Дүнгенге бағынбаймыз дегенде ақыл айтқыш болып бағындырған өздеріңіз едіңіздер. Қолымызда сынық темірдің қылауы жоқ. Көк болатпен көмкіріліп, мұздай қаруланған қуатты армияға қарсы шабыңдар дейсіздер. Мен бастап шықсам, тағы бір жағына жалт беріп жүрерсіздер. Ойланайын, тағы бір айланып келіңіздер, деді. Шалдарды осылай шығарып салған Қожақын Шәмшиді шақырып алып, өздерінің күреске дайын екендіктерін айтып, тамақ көтертіп Елісқанға қайта жіберді. Елісқан ас ішкен болып Шәмшиге күбірлей сөйлеп отырды: өте сақ болыңдар, жаудаяған жаралы болады дегендей аянып қалмаңдар. Ел ішіндегі дүнгендер үшін жүрген өз адамдарымызға сыр алдырушы болмаңдар. Жаман айтпай жақсы жоқ құпиялық ашылып қалса, қасіреттің әкесі сонда болады. Жігіттер топ-топқа бөлінсін. Әр топтың өз басшысы мен шабатын шатырлары белгіленіп берілсін. Елдің алды ұйқыға кірерде қозғалсын. Мені күзеткен күзетшілер де біраздан кейін ұйықтайды. Мылтықтарының бауын бір-біріне матап тастаймын. Бұлардан қорықпасын. Ең алдымен Ханжиңбау мен Сауяның көзін құртыңдар. Бастықтарының көзі жоғалса, қалғанын алу қиын емес. Маған мінән қара жігіт бастаған бірнеше атпал азамат кірсін. Қалғандарды шатырларға бөліп, әркім өз тапсырмасын орындайтын болсын. Қыз-келіншектерді бірден жібермей, әртүрлі сылтаулармен кешіктіріп, соларды бетке ұстаған жігіттер іле-шала басып кіріп, сұмырайларды тарпа бас салсын. Шешінген судан тайынбайды. Тәуекелден басқа жол жоқ. Су ішеріміз болса аман қалармыз. Күніміз біткен болса басқалардан жанымыз артық емес. Өлсек те өкінбей өлеміз. Шәмши қайта оралғанда қас қарайып қалған еді. Қожақынның үйіне Сабырбай, Аңғалбай, Сағидолла, Көкей, Бегей, Рахимолда, Сүлеймен, Әбілхан, Сауытбай бастаған көп адам жиналыпты. Алғашқы топтағы шалдардың ішінен Сабырбайдың жоқтығын байқаған Қожақын Рахимолда мен Сүлейменді арнайы жіберіп, қатарға ол кісіні де қосып алған екен. Әр көкіректе тұтанған кек қып-қызыл жалынға айналып, лап-лап етеді. Қожақынның манағы қайрауынан кейін әр шал бала-шағасымен айналасындағы жігіттерді түгел бір ауыздылыққа келтіріп, қанын қыздырып жіберген көрінеді. Мына екпіндеріне қарағанда тау болса да тайсалар түрі жоқ. Жапырып өте шығатындай айбатты,
сұсты. Қожа Ақынның көздері оттай жайнап: бүгін не өлетін күніміз, не тірілетін күніміз. Алланы алдаған, Алланың қасиетті кітабы Құранға қол мөрін басып, бізді алдаған сұмдардан еш жақсылық жоқ екенін көзіміз көрді. Енді қойныңдағы қатыныңды бер, үйіңдегі қызыңды бер дейді. Бұдан өткен жауыздық бола ма? Бұдан өткен қорлау бола ма? Бізді жай өлтіре салса бұдан жеңіл болар еді ғой. Сүйегімізге таңба, арымызға дақ салып, мәңгілік өлтіргел отыр. Елісқанның қағазы мынау, енді аянатын неміз қалды, деді. Екі езігі көпірши толданып. Аянатын түк жоқ, қасықтай қанымыз қалғанша, шыбындай жанымыз қалғанша соғысамыз. Жауыздыққа жауыздық, біз аяғанмен олар аямайды, біз өлтірмегенмен олар өлтіреді. Бауыздағалы жатқанда басын пышаққа үнсіз ұсынып жата беретін қой емеспіз. Қой екеш қойдың өзі өлерінде тұяғын бір серпіп барып өледі. Дініміз ислам, ұлтымыз қазақ, ақ дінімізді аяқ асты еткізбейміз. Қазақ атына қара таңба салдырмаймыз. Өлсек те адал өліммен өлейік. Өлсек шахидпіз, тірі болсақ қазымыз. Арың үшін, адамдығың үшін өлсең, Алла алдында да ақсың. Батыр бабаларымыз жер қайыстырған жоңғарларды да жеңген, талай қалмақтың басын допша домалатқан. Қытайдың жатырынан шыққан шата дүнгенде батыр бар дегенді өмір естімеппіз. Ер Жәнібек бабамыз қолдасын, қазақтың қандай екенін бір танытып қояйық. Өмірі естерінен кетпей жүреді. Малымызды алды, оны жанымыздың садағасы дейік. Жанымызды алмақшы екен, оны арымыздың садағасы дейік. Енді арымызға ауыз салды. Бұл қорлыққа шыдап тірі жүргенше, біреуіміз қалмай қырылып қалғанымыз артық емес пе? Бұға берсең суға береді, жан таласпай жан қалмайды. Өлсек те күресіп өлсек өкінішсіз боламыз. Әттеген айымыз ішімізде кетпейді. Ысқырып атқан киіктің обалы жоқ, бір-бірімізден көрмейміз. Нар тәуекел, жеңіс біздікі. Жұрттың сенімін көрген Қожа Ақынның кеудесі кекке толып, өзінің жасырып жүрген мәуезірін алып шықты. Дөңбастаудағы шайқаста түскен ол жеді, қанша рет қару жинаса да, түйенің шомына жасырып сақтағанмын. Бүгін ес қататын болды. Басқаларыңыз кетпен, күрек, балта, шоқпар, сойыл дегендей түгел қаруланыңыздар. Сайланып болған соң тағы бір тексеріп міндет бөліп беремін, деді ол. Үйді-үйіне кеткен әркім шай қайнатымға жетпей қайта жиналды. Топ алдына шыққан Рақи молда ұзақ күңіренді. Алланың атымен, Құранның аятымен сөз айтсақ, Алла бәрін көруші, кешіруші. Уа Алла, күнәміз болса, білмей істеген қатеміз болса кеше көр. Кісі өлтіргендерден қан қарыз алу ежелден парыз етілген. Алланың ықтиярынсыз ешкімде өлмейді. Өйткені Алла әр адамның ажал күнін белгілеп қойған. Талай пайғамбар және көптеген сахабалар бірлікте жауымен соғысқан. Олар Алла жолында кездескен қиындықтарға босаңсымады. Әлсіздік істемеді, бас имеді. Алла шыдамдылықты, қайсарлықты жақсы көреді. Алла сендерге медет берсе, сендерге тең келер ешкім болмайды. Мұның бәрі қасиетті Құран кәрімде айтылған. Және де Алла жолында соғыссаңдар, өздеріңді қорғаңдар делінген. Ерте ме, кеш пе, бір өлімнің бары хақ. Қасиетті Құран кәрімде: ей мүминдер, егер кәпірлерге бағынсаңдар, сендерді діннен шығарып кері кетіреді. Сөйтіп зиян тартушыларға айналасыңдар, делінген. Біз кәпірлерге бағынбай адал дінімізбен, Алла деген жүрегімізбен тағдырдың сынына түскен жандармыз. Кімдегім ауыр сәттерде, өзгелер дұшпанның қысымына шыдамай шегініп жатқанда, Алланың атымен ұрыс таласында қалып, шахид болатынын сезе тұра, бауырларын қорғауға немесе құтқаруға саналы түрде кіріссе, не болмаса қара тұяғынан қал кеткенше күрессе, Алла тағала оған деген шексіз ризалығын білдіреді. Біз кәпірлердің тіліне еріп, дінін сатқан мүнафиқтерді жазалағалы отырмыз. Тірі болсақ қазымыз, өлсек шахидпіз. Жаман айтпай жақсы жоқ далада өліп, бетіміз жасырылмай қалатын болса, мойнымызға, білегімізге байлаған ақтығымыз кебін болады. Я, Паруадигар, жар бола көр. Алдымен бәрлеріңізге жаназа шығарамын. Бұл жауымызбен өліспей беріспейтіндігіміздің белгісі, адал өлімнің белгісі, Алланың ақиқаты үшін күресіп өлетіндігіміздің белгісі болсын. Сандықтар ақтарылып, ақ сәлдебоз, басқада ақ кездемелер жыртылып, мойындары мен жеңдеріне байланды.
бір жағы ақтығы болса, екіншіден қараңғыда жау жасақтарынан парықталып, өз адамдарын арандамау үшін таққан белгісі еді. Жұрт тегіс таям соғып дәрет алды. Барлығы жашиық намазына жығылып тұрған соң Рахимолда жаназа оқыды. Жұрт орындарынан тұрған шақта сырттан қолдарына сойыл алып, еркекше киінген бірнеше қыз-келіншек кірді. Өздеріне үдіре қарап қалған еркектер тобына: ерлер атқа мінсе, біз қалай қарап отырамыз? Жанымыз осы еркектерден артық емес. Намысымызды таптатпау жолында бізде соғысамыз. Малғұндар қазақ қыздарының қандай екенін көретін болсын, десті. Мұны көрген еркектер жағы тіпті де ерленіп кетті. Бірнеше қария әсерленгенінен көздеріне жас алысты. Көптің алдына шыққан қожақын жігіттерді топқа бөліп, әр шатырды алуға 10-15 адамнан орналастырды. Жантекей тобына өзі жетекшілік ететін болып, бірінші болып Хан Жеңбауды жайратуды ұйғарды. Жәдіктер жағына Сабырбай мен Найзабай жауаптанып, бұлар Сауянды алатын болды. Елісқанды құтқаруға Мінән, Сәдей, Қаражігіт, Мұқай төртеуі жауаптанды. Құсыманды, Сағидолла бастаған бірнеше жігіт Ыдырыш пен Қойшыны Қамшыбай құтқарып шығатын болды. Ілияз ауылындағы жауды алуға Ілияздың өзі жауаптанды. Шал-шауқан, кемпір-кепшектер мен ат ұстауға жарайтын ересек балалар, үлкендер соғысқа аттанғанда қостарды жығып үйлерді артуға, жау қолындағы аттарды алуға міндеттенді. Соның ішінде қожақын Хан Жеңбау тартып алған қарагер атын ерекше тапсырды. Мінән мен Сәдейдің қолына Николай заманыныкі Елісқанның кісенін шақсаңдар керек болар, деп жүзі қылпылдаған ақ балта ұстатты. Барлық адам сақадай сайланып болдығау деген кезде Сауытбай жұрттың алдына шығып: «Я Алла, жаратушы жалғыз хақ, жолымызды оңғара көр, Ер Жәнібек Батыр бабам рухыңмен қолдай көр, ақ ісімізге жаратушым жар бола көр, азаматтарымыздың арын асып жаудың сағын сындыра көр, жолдарың болсын, жолдастарың қызыр болсын, ғайы берен 40 шелтен қолдасын», деп бата берді. Кекті жанарларынан от ұшқындаған 200-дей сарбаз бір ауыздан әмейін десіп беттерін сипады. «Қыз-келіншектер қайда?» деп тағатсызданған жау тобына екі арада жүрген пысық жігіттер, біреудің қызы, біреудің келіні ата-анасынан үлкендерден ұрланып шықпаса ұят болады. Үйдегілерді ұйықтатып тастап шыққалы жатыр. Кейбіреулері жуынып, шайынып, сәнделіп келмекші. Бастықтарыңа да иісі майын бұрқыратып, таза барғаны жақсы шығар, деп көңілдерін аулап жатты. Жігіттер әдейі қараң-құраңды көбейтіп, күзетшілер тұрған жаққа келгіштеп: «Қыз қатындар келе жатыр, біз далдалап ертіп алмасақ басқалар көріп қояды», деп ұялып жатыр, деген емексіткен сөздерімен алдаусыратты. Әкелінетін 12 қыз-келіншектің ең өңдісін Хан Жеңбау таңдап алмақшы да, одан қалғандарына Сауян бастатқан әскери командирлер иелік етпекші. Бірақ Сауянның шатыры бұлардан жырақтау жерде, Құмтөбенің арғы бауырында болатын. Арада шапқылап Сағидолла жүр. Хан Жеңбау мен Сауянның қасында жүретін оған күзетшілердің де көзі үйренген. Бір тәуірі дүнгендерге қатысты кейбір деректерді де сол Сағидолла жеткізіп тұрды. Ал оның өз ішкі есебі өзінде. Орайы келсе көп қыз-келіншектің біреуін өз бауырына басу ойы да жоқ емес болатын. Айсыз қараңғы түн. Елдің алды қорлыға басып, қатты ұйқының құшағына кірген. Қыз-келіншектердің сылдырлаған шолпысының үніне үзіле шыққан күміс қоңыраудай күлкілері қосылып, шырақтары жылтыраған шатырлар ішінде тағатсыздана күткен еркектердің көңілді күбірлер естіледі. Шымылдығын ерте түсіруге асыққан жас отаудың есіндей дегбірсізденген Хан Жеңбау малына киінген қыз-келіншектерді көргенде екі езуі құлағына жетті. «Неге кешікті десем, түгел қорғызындай жайнап алыпсыңдар ғой. Дүнгеннің қыздарының көздері жіпсиіп, өздері ағаштай қатып сырттап тұрады. Қазақтың қара көз аймаңдай қыздары шынында әдем-ақ», деп сілекей шұбырды. Өзі таңдағаннан қалғанын өзге шатырларға жіберді. «Тездетіңдер, ертеңде жол жүреміз, жататын уақыт болды». «Мырзам, қазақтар келген қонаққа алдымен шай, нан бірдеңе ұсынады. Сосын шымылдағыңыз қайда қашар дейсіз?» Әншейінде айбатты көрінетін Хан Жеңбау әйел адамның алдында өзін барынша ырықсыз сезінеді екен. Шатыр ішінде күйбең қағып өзімен өзі әлектеніп жүр. Осы кезде сырттан: «Жәнібек,
Мұхаммед, Мұхаммед, ұр, аяма, өлтір деген ашты айғай, өр дауысты ұрандар көтеріліп, айналаны жер сілкінгендей тітіретіп жіберді. Қазақ қолы шатырларға лап қойған еді. Қыз-келіншектерде жанталаса қимылдап қойындарына тыққан бәкі пышақтармен шатырлардың бауын қиып жатты. Шатырлар жұмарланып, астындағыларды аямай соққылап жатыр. Айо, дасылы, жумиңа деген секілді өкірген, ойбайлаған, медет тілеген жалынышты, қорқынышты, жан тәсілім алдындағы аянышты үндер жиі естілді. Әлдегімдер жағынан тарс-тұрс атылған бірнеше оқ лап қойып келе жатқан қазақ тобын кері үркітті. Күзетшілердің бірінің оғы алдыңғы қатарда келе жатқан Аңғалбайдың қарасанын түйреп өткен еді. Жанындағылардың жапырыла шегінгенін көрген ол жалма-жан: қашпаңдар, бізге оқ атылған жоқ, жауға қарсы атылған Қожақынның мылтығының үні ғой, деп жан дәрменмен айғай салды. Соның арасынша хан Жеңбауды жайратып үлгірген Қожақын әлгі мылтық атқан екеуін жалманынан түсірді. Ау Керей, қашсаң да қырыласың, қашпасаң да қырыласың, қайтпа Керей, қайтпа. Жәнібек, Мұхаммед, жайратыңдар жауды, аянбаңдар, деп қыран құстай саңқ-саңқ етті. Мылтық үнінен жүрегі шайлыға қалған топ Қожақынның асқақ үнінен кейін есін жиып жау тобына қайталап қойды. Шатырлардың бауларын қиып, белағаштарын сындырып, бүлкілдеп, томпаңдап жатқан жердің бәрін аямай төпештеп жатыр. Өліктер мылжаланып, шатырлар шылқыған қанға бөкті. Жұрт төпелеп жатқанда шатырдың бірінен: ойбай-ай, мен оразаймын деген ащы үн шықты. Сөйтсе, Сағидолла далбаңдап жүгіріп жүргенде, пысықтық көрсетпек болған оразай 12 қыз-келіншектің біреуін емденбек ниетпен әскери шатырдың бірінен орын алған екен. Оның арамдығын бірден білген жігіттердің бірі: мә, оразай болсаң, сендей сатқындарға керек осы, деп сойылмен ұрып, жіліншегін сындырып жіберді. Өзін күзеткен әскерлердің мылтығының бауын бір-біріне қосақтап тастаған Елісқан олардың кісеннің кілтін тыққан жерінде байқап қалыпты. Сырттан Мінән, Сәдей, қара жігіт аталып кеткен Ядолла үшеуі басып кіріп, күзетшілерді жаһаннамға аттандырып, Елісқанды көтере қашты. Мінән Елісқанды балаша арқалап бірталай жерге дейін жүгіріп барып, бір жыңғылдың түбіне түсірді. Қабырғам удай ашып барады, деді ол. Сөйтсе, Мінәндар басып кіргенде Елісқан мылтықтың екеуінде білегіне іліп алған екен. Елісқанды жұлқа көтергенде біреуінің найзасы ашылып кетіп, Мінәннің қабырғасын түйреп кетіпті. Елісқан кісеннің кілтін ала шығыпты. Ат жетектеген Шәмши мен Кәрмен алдарынан тосып тұр екен. Қол аяғы босап атқа қарғып мінген Елісқан: Қожақындар қаймаңда жүр, мен соларға қосылып жауды бірге жайратайық, деді. Мінән мен Сәдей қатарынан шыр ете түсті. Жұрттың бәрі жүгін артып дайын отырғанмен, көшті бастаған ешкім жоқ. Қараңғыда ел адасып тозып кетеді де, жауға жем болады. Сіз көшті бастаңыз. Олардың сөзін құбалған Елісқан айсыз қараңғыда Кәрмен бастаған бірнеше жігітті ілестіріп шаба жөнелді. Аздан кейін жанындағыларға мойын бұрып: мен елдің алдына шығып көшті тауға қарай бастаймын. Сендер маған ілесе бермей оң-солға бытыраған ел болса, бетін бұрып тура жолға салыңдар, деп бұйырды. Манағы екі мылтықтың бірі өз мойнында кетті. Соғыс басталмай-ақ қостарын жығып, түйелерін қомдап үлгірген Шал-Шауқан кемпір кепшектің алды қалың жыңғылдың арасынан шыға бастаған екен. Тауға қарай, деп айғайлады Елісқан. Елісқанды жолға салған Мінән мен Сәдей жараланып қалған Аңғалбай мен Жақыпбекті көштің соңынан ілестіріп жіберді де, жау тобына атойлай лап қойып, қарсы келгенін жапырып жүрген Қожақын, Шәкірман, Қасен бастатқан жігіттерге қосылды. Кенет Сәдейдің еріні шым ете түсіп, алыстан атылып, әлсіреген оқ көлдеріңнен тиіп, аузы басы қан жоса болды. Мұндайды қалт жібермейтін Қожақын оның аузын сипалап, ерініне тұрып қалған оқты оп-оңай алып тастады. Жәнтеке жігіттері хан Жеңбау тобындағы 300 әскердің тоз топалаңы шығарып, көбін жайратып салды. Ішінара жараланып, жасырынып қалғандары мен қашып кеткендерін есептемегенде, бәрі де қанға бөгіп жер құшты. Бірақ жаудың алынбаған әлі де екі тобы бар еді. Екеуінде 40-50-ден әскер бар. Олардың бірі Сабырбай ауылы болса, екіншісі Ілияс ауылы. Сабырбайдың ауылындағы жәдік жігіттері Сауян тобын жайратқаннан кейін
Ілияс ауылына көмекке кіретін болып келіскен болатын. Осы кезде шығыс жиектен суға шомылған сұлудай жарқырап жаңа туған әппақ айдың шекесі көрінді. Түн бауырында құмды төбелерде сексеуіл жыңғылардың ұшы үрписе ербеңдейді. Айдың ала көлеңке жарығында жаудың мылтығын теріп алған жігіттердің көбі-ақ қаруланып үлгірді. Қожақынның бастауында бір топ сарбаз Сабырбай ауылына қарай шапты. Бозамық сәулені жамылған қалың топтың алдында өзінің қарагері астына тиген Қожақын жұлдызша ағып барады. Жәдік ауылының адамдары да жүктерін артып үздік-создық шұбай жөнелген екен. Бірақ Сауян алынбапты. Қалың әскерін сапқа тұрғызып алдында ойқастап, Ханжиңбаудың өлгенін білмей соның бұйрығын күтіп тұрған сыңайлы. Олардың көзін жоюға жауаптанған Сабырбай тобы айғай-шу шығып, мылтық тарс-тұрс атылғанда, қорққандарынан бастарын көтер алмай, әркім өз жанын алып қашта керек. Құмды қыраттың жалында тізгін іркіп, Сауянның алынбағанына ызаланған Қожақын: "Қап, әттеген-ай, Сабырбайға сенгенше бұл жұмысты Аңғалбайға тапсырсам жөн екен. Амал қанша?" деп өкіне күңіренді. Жанында тұрған жігіттердің бірі: "Сабырбайға бекерақ сенген екенсіз. Баяғыдақ Сауянмен ауыз жаласып әмпей-жәмпей болып жүретінін білмеуші ме едіңіз? Жәнтекейлер қайтсе үйтсін деп бізді оққа байлап, өздері аман қалмақшы болған жәдіктердің арамдығы ғой бұл", деді ызалана тіл қатып. Қожақын: "Жау жағадан алғанда жаңжалдасарлық мұрша жоқ. Ана Сауян көштің артынан қуып оқ жаудырса, қырғынның көкесі сонда болады. Көшпен Сауянның арасына кіріп көшті қорғайық. Тауға бір ілініп кетсек, бәріміз де аман қаламыз", деп жәдіктердің алдыңғы көшіне қарай тұра шапты. Сауян тобының күзетшісін өлтіріп, өз міндетін адалдықпен атқарған Сағидолла бір мылтық олжалап, жау жағын қарауылдап жатыр екен. Қожақын үстілеріне келгенде, оның арт жағындағы Сабырбай: "Қайтейін, мен кәрі болдым ба, бала-шаға жас болды ма? Жігіттерімнің көтіне итбек салып қозғалталмай-ақ қойдым. Қарағым, сенің алдында қарабет болдым ғой, енді қайттым", деп жыларманға жетті. Осы кезде Сауянның қолынан сытылып шыққан Құсыман бұларға қарай қашып келе жатты. Сауян Сабырбаймен тамырлығын ойлап, қол-аяғын байламай бос қойса керек. Оның арт жағынан жау шеріктері атқылап жатыр. Құсыманның алдынан шауып шыққан Қожақын жау тобына қарай оқ жаудырып, оны қорғап қалды. Құсыманның мергендігін жақсы білетін Сағидолла қолындағы мылтығын жалмажан оған ұстата қойып еді. Тізерлеп отыра қалып, өз тобынан озып, өндіршектей шауып келе жатқан бірнеше шерікті ұшырып түсірді. Сауян тобынан 5-6 ат ойнап шыға келді де, қалғаны кері жапырылды. Қожақын топ алдына шығып: "Қашқан жауға қатынбей, қазірше қаша тұрсын. Жігіттер көшті қорғасын. Жау ес-ақылын жинап алғаннан кейін қайта шабады. Оларды көшке араластырып, елді арандатуға болмайды. Алдынан тосып отырайық", деді де, жыңғылды ойпаңнан суырылып шығып, жалпақ татырда убап-шубап бара жатқан көшті бетке алып шаба жөнелді. Шығыс жиек қызарып, таң атып келеді. Ханжиңбаудың өлгенін жерге жарық түскенде ғана білген Сауян алды артын түгендеп қайта шапты. Көштің артынан тықсыра қуып оқ жаудырып келеді. Жауға қарсы шапқан Қожақын айналасындағы жігіттерге бұйрық беріп айғайлап барады: "Солтан, Шәмши, Арапқан, Бегей, Сейілхан, жаудың оң қанатын тосыңдар. Қамза, Қапас, Мәшәри, Сәдей, Қасымқан, көштің артынан ілесе қорғап, жау әскерін қасқамаңдайға соғыңдар. Мұңлық, Көніс, маған ілесіңдер". Бытырлаған мылтық, айғай сүрен бақырған түйе, кісінеген жылқы Саройпаттың жиегіндегі жалпақ татырды шаң тозанға оранған ұрыс таласына айналдырды. Талайдан бері кегішіне жиналып, әптен қаны қарайған қазақтар жағы қараға алғанын қалт жібермей атып жатыр. Иесін бауырына ала сүйреген аттар, жүгі ауып тайраңдай үрккен түйелер, кез келген жерге шашылған жүк пен адам, мал өліктері көзге жиі шалынады. Еліре шапқан жау шеріктері оққа ұшып кеткенде, аттары екпінмен келіп қазақтардың қолына түсіп жатыр. Қайшалысқан оқтың арасында өлген әскерлердің мылтығы мен оғын теріп жүрген сайыпқырандар да көрініп қалады. Қайта шегініп бой тасалап кетсе, арттағы қожаларынан өздеріне де жақсылықтың жоғын білсе керек, Сауян тобы өлермендене шабуылға өтті.
Бір жерде Құсыман бастаған Көкей, Шәкірман, Қайса, Нұрбекбай, Әбілқан, Тұлымқан секілді бір топ жігіт құм төбелер мен сексеуіл жыңғылдарды далдағылып жауға қарсы оқ жаудырып жатыр. Жәдіктер көшіне жақындап қалған шеріктердің алдыңғы бір тобы солардың оғымен қырылып түсті де, қалғаны шегіне жалт беріп, көштің алдын орай шапты. Көш бастап бара жатқан Елісқан тобында жалғыз ғана мылтық бар еді. Оғы да санаулы болатын. Атынан түсіп бір тізерлеп отыра қалған Елісқан оқ жетер-жетпес алыстан орағытып келе жатқан жаудың бірнеше шерігін ұшырып жіберді. Сосын қасындағы мерген жігіттердің біріне мылтығын ұсынып, 5 тал ғана оқ қалды. 5-еуі 5 адамға жарайтын болсын. Қадап ат, оқты ысырап қылма. Мен жығылған шеріктерден мылтықпен оға келейін. Сұмдардың әуселесін сонан кейін көрейік, деп су орыған жырашықпен еңбектей жөнелді. Алдыңғы бірнеше адамы оққа ұшқан жау бытырай шауып, қылыштарын жалаңдатып, өңмеңдеп келе жатыр еді. Көлденеңнен атылған Елісқанның оғынан тағы бірнеше ат ойнап шыға берді. Қарсысынан бір емес бірнеше жерден оқ атылғанын байқаған шеріктердің арт жағындағылары иіріліп қалды. Әлгі жігіттің қасына келген Елісқан: «Жарайсың, жігітім, оқты ысырап қылмадың. Кәпірлердің беті қайтты. Енді албаты ата берме, көш бөгеліп қалмасын», деді де атына қайта мінді. Жаудың негізгі күші қалай шапса, сенімді серіктерін бастаған Қожақын солай шабады. Атқан оғы мүлт кетпейді. Астындағы қарагеріде екі езуі көпіршіп, баяғының қас тұлпарындай арындай ауыздық басады. Ертегілердегі жусаннан биік бетегеден аласа бола қалатын батырлардың серігіне ұқсайды. Тізгінін қаңтара салып, жауға оқ жаудырып жатса да, тапжылмай қасында тұрады. Туымысынан қол өсірген төл аты болғандығынан ба, иесінің бар сырына қанық сияқты. Қуса жетіп, қашса құтылатын осы қарагердің ендігі бір аты мысық табан. Шапқанының өзі жорғалап бара жатқандай сезілетін жұмсақ шабыстылығына қаратылса керек. Көштің арты бір ойпаң жерге келгенде Қожақын азық-түлік сияқты керекті заттардан басқаның бәрін тастап, түйені тез жеңілдетіңдер, мына мимыртықтарыңмен жаудың табанының астында қаласыңдар, деп бұйрық берді. Енді бірде бар күшін топтаған Сауян жасағын өзі бастап, үдіре шауып келе жатты. Иығына 2-ден асып алған 4 бірдей мәуезірін қолын алған Қожақын жанындағыларға: «Мен бір жолда екеуін 2 қолымен қатар атамын. Сонда сендер қалған екеуіне оқ салып оқтап беріп отырыңдар», деп мұңлықпен көніске қарады. Соның арасынша жау тобы да жақындай түсті. Қожақынның қос қолындағы мәуездері сайрай жөнеліп еді, тобымен жапырылды. Сауян ат матымен омақаса жығылды. Өзіне тиді ме, атына тиді ме, будақ-будақ көтерілген шаңнан оны айыру мүмкін емес. Әйтеуір шеріктері оның денесін атқа өңгеріп кері шапты. Жау шоғыры алыстай бергенде Қожақынның есіне не түскенін кім білсін, жұрттың арасын қақ жарып көштің алдына қарай ентеледі. Бір жерден Құсыманды тауып алып, оның мойнындағы дүрбісін сұрады. Құсыман бергісі келмегендей ыңғай танытып еді. «Сенімен сөзге таласып тұратын уақытым жоқ», деп оның мойнындағы дүрбіні лып еткізіп іліп алды да кері шапты. Мойнына орамал салып, оның бір жағын аузына тістеп алған Қожақынның өңінің айғыз-айғыз тер басып түтігіп кетіпті. Оған ләм-мим дей алмаған Құсыман артынан сүйіне қарап: «Бәсе, өзіме де осы керек еді. Таласқан дүрбілерін ақыры әкетті. Нағыз ер екен ғой», деп тамсанып қала берді. Қожақын жаудың шегініп кеткенін жеңілісіне мойынсалдықтан емес, тағы бір сұмдық қарастырғаны деп білді. Сол ішінде биік қырқаның біріне шығып, жан-жағына дүрбі тартты. Айтса айтқандай, сонау алыстағы жыңғыл мен қамыстың арасынан тағы бір топ шеріктің төбесі көрінді. Көштен мүлдем алыстағы бір қобыны өрлеп келе жатыр. Қожақын мерген жігіттердің бірнешеуін сығайлап алып солай аттандырды. Өзі тұрған биік қырқа бір жағынан мықты қарауыл, бір жағынан көштің соңынан кіретін жалғыз жолдың ауыз екен. Таңнан басталған соғыс кешке дейін жалғасты. Күн батар батпаста көштің көп бөлімі тау ішіне кіріп болды. Номғын мен Зұңжаның шекарасындағы қамысты, жыңғылды саз бен Барун тауының арасындағы ат шаптырымдай татырда теңкиіп құлаған мал мен адамның өлігі, үй мүліктері қызыл қырман болып шашылып жатты. Қожақын бастаған топ көштің артын қорғап, бар жоғын түгендей бастады.
Елдің бас аяғына шапқылап толарсақтан қан кешіп жүрген жігіттер кезек-кезегімен мәлімет беріп жатты. Түнгі шабындыда жәдіктер жағынан көмек ала алмаған Ильяз өз басын ғана аман алып шығып, ауылы қырылып қалыпты. Ыдырыш пен қойшы бір кісенге қосақталған екен. Оларды алып шығуға жауаптанған Қамшыбай жігіттерге бас болғанды қойып, балам Әбдірахман түйнек болып ауырып өлгелі жатыр деп өз басын ала қашыпты. Екеуі кісенді шағып қашқан екен. Ыдырыштың аяғына қосақталған басы шағылып, қойшы батырдікі шағылмай қойыпты. Сөйтіп, Ыдырыш молда қашып құтылып кетіпті. Қойшы батыр кісеннің бір басын аяғына байлап алып, көштің соңынан оқ жаудырып жатқан бір пулеметшіні жайратып, өзі де қолға түсіпті. Бірнеше жігіттер құтқармақшы болып жетіп барғанда, жақындамаңдар, мұнда мені шырға қылып, сендерді аңдып жатқан шеріктер бар, деп айғай салған екен. Аналар қойшыны атып жіберіпті. Мұхаммед деп құлаған батыр өлгенше бір адам болса да қорғап қалайын деген ғой. Қайран ер айдеші, жалғыздығынан шахид болды ғой. Мамыр, Қаппас, Қамза деген жігіттердің өлермендене ұмтылған жаулардың талайын жайратып, өздері де мерт болған екен. Түнгі апалас төпелесте жұртта бесігімен көп бала қалып қойыпты. Дүнген әскерлері түгелдей найзаға шаншып өлтіріпті. Жаудың шығынында есеп жоқ, әйтеуір бірнеше жүз шеріктің қырылғаны анық. Қазақтардың өзінен балашаға мен үлкендерді қосып есептегенде, бас аяғынан 70 адам шахид болған екен. Қожақын жау келетін сайдың аузына бір топ жігітті қалдырды да, көшті шамасынша алға жылжытып, өрлетіңкіреп барып дамылдатты. Құрбынажын сайын өрлеген көш қолымты жолымен алтын шөкеге қарай қайта қайқайды. Көштің алдын бастаған Елісқан ерте қамданып, алтын шөкеге де жетіп үлгірді. Оның алдынан Айылбай мен Деле шықты. Олар Елісқан мен Ханжинбаулар бітімге келіп Құран ұстап жатқанда, дүнгендерге сенбей өздеріне қарасты бірнеше үйді алып, түн жастана сытылып кеткен болатын. Айылбай, қарағым, құс шаңылып торға түседі деген сөз тек айтылмаған. Зұлымдық пен жауыздықтың бәрі де қаһарланып келмейді. Тісін ақситып, күлкісін сыйлап келіп, ажал сыйлайтын қаншама сұмдық бар. Басқасын былай қойғанда, 1001 түннің өзінен талай патшалардың зұлымдығын оқыдық емес пе? Мабуфаң да діннен безген 200-ді сатқын ғой. Алла бірдеңе білгізген шығар. Біздің дүнгендерге сенбей, Құранға қол қоймай, бөлініп кеткенімізде сол еді, деді. Елісқандар арттағы елге алаңдап отырғанда шолғыншылар келді. Олар елдің таяп қалғанын, жау әскерінің шегініп кеткенін айтып бір қуанттырып тастады. Көштің Елісқандардан кейін екінші легінде Сабырбай Құсымандар келді. Онан кейінде көштер үздік создық келіп жатты. Қожақын бастаған Жәнтеке жігіттерінің төбесі көрінбеген соң, Елісқан тағы да алаңдай бастап еді. Көз ұшында бір топ салтаттылар көрінді. Жақындағанда барып, жау емес өз адамдары екенін таныды. Астында қарагері ойнақтай басып, Қожақын алдыда келе жатыр. Оның артында қалың шоғыр, өңкей сайдың тасындай сайлауыт жігіттер. Бәрі де қару асынып алған. Жеңіспен оралып келе жатқан қалың сарбаз. Елісқанның көз алдында батырлар жырында айтылатын баһадүрлердің сом тұлғасы елестеді. Қожақынның әншейіндегі шағын денесі ат үстінде құрыштан құйғандай тұлғаланып, айбатты көрінді. Өзі үнемі көріп жүрген әкесінің інісі жай Қожақын демес, батыр Қожақынның бейнесін танып, жанарына ып-ыстық жас толды. Олардың алдынан шығып, Қожақынның атының дізгінін ұстады. «Ассалаумағалейкум, кіші аға», сөзінің соңын айталмай кемсеңдеп кетті. Қожақын да атынан қарғып түсіп, Елісқанды қапсыра құшақтады. «Алтынымның сынығы, асылымның қиығы, қарғам, амансың ба?» Қожақын да жылап тұр еді. Баяғыда Баркөлді бүкіл ауылы қызылғанға малынып, қынадай қырылған өліктердің үстінен түскенде, ағалы інілі екеуі дәл осылай құшақтасып, ұзақ жылағанды. Онда өзектерін өртеген қайғы зар, шер мен нала жанарларынан жас емес, қан болып төгілген болатын. Қазір де көз алдарында сол бір қырғын. Қанға шыланып, мәңгілік ұйқының құшағына енген бейуаз жандар. Елісқанның танауына әкесінің денесінен аңқып тұратын қош иісі келген сияқты. Қожақынның денесінен аңқыған тер мен шаң тозанға қосылған мылтық дәрісінің күлімсі иісі алыста қалған сағыныш зарын, әке мейірін есіне салып,
Балалығының сөніп қалған қоламтасын қайта үрлеп жатыр. Балапанын жылан жұтқалы жатқан қарлығаштай шыр-шыр етіп, мұны құтқару жолында кеудесін оққа төсегені, ағалық қан емес, әкелік мейір көрсеткені жанын бордай үгітті. Өзіне ған емес, осынау шерменде халықтың шешуші сәтінде атойлап алға шығып, қиыннан жол тауып, қырандай самғауы өзіне көрсеткен өнегесі де бұқты. Хан Жеңбау Елісқанды кісендеп тастағанда Қожақын қатты күйзеліп еді. Тіпті дүнген әскерін қыруға аттанған кештің өзінде намазының соңында Аллаға жалбарынып: «Елісқанымды жазатайым мерт болудан сақтай көр, аман қыла көр. Бір атаның артында қалған жалғызым еді. Жаратушы ем, жар бола көр, пәле қалаңнан сақтай көр. Елі үшін туған еріме қолдаушы періштелеріңді жібере көр», деп жылаған болатын. Енді міне тілегі қабыл болып, аман көргендеріне қуанып тұр, толқып тұр. Осы бір қас қағым сәтте бәрін еске алып, өткен күндер елесі көз алдынан шұбырып егіліп тұр. Екеуі құшақтасып ұзақ тұрды. Көздеріне жас толған үлкендер жағы мауқым бассын дегендей әдейі айырмады. Екеуінің бір-біріне деген ыстық мейірі ел мен жерден айырылған мұңлықтардың да зарлы күйін толқытып, өлілер үшінде, тірілер үшінде жылап жатқандай көңілдерін босатып, көздеріне жас алдырды. Олардың құшағы ажыраған кезде өзгелер де екеуімен кезек-кезегімен құшақтасып көрісіп жатты. Әрнені сұрап қаумалаған жұртқа Қожақын өздерінің көш соңында қалған әңгімесін баяндап берді. Ауылдарды таудың қойнына толық кіргізіп болып, бар жоғын түгендеген Қожақын қырылған жаудан қару-жарақ олжаламақшы болып, түндегі шатырларға дейін қайта барыпты. Өздері сойылмен соғып, мылжа-мылжасын шығарған өліктердің арасында шала жансар жатқандарды өлтіріп, мылтық оқ-дәрі жинап жүргенде, үстілеріне қалың жау шерігі жетіп келіпті. Қазақтар әлдеқашан кетіп қалды деп алаңсыз келе жатқан жау тобы, қаннен қаперсіз қару-жарақ теріп жүрген қазақтарды көргенде, ат басын іркіп аңырып қалса керек. Олар ес ақылын жиып болғанша қазақтар оқтың астын алыпты. Алдыңғылары құлап, артқылары жапырыла қашыпты. Біз мұнда жүргенде жаудың жартысы елді қуып кеткен болып жүрмесін, деп сарбаздарын сайлаған Қожақын көштің соңына келсе, жау мұнда келіп килігіп, көшті оқпен қайыруға әрекеттеніп жатыпты. Шеріктер арт жағынан келген қазақ қолын аңғармаса керек. Жауды қыруға әптен дағдыланып алған Қожақын айқастыра асқан 4 мәуезірінің екеуін қолына алып кезек-кезек бұрқылдатыпты. Жау тобы аспаннан ажал жауғандай қырғын тауыпты. Көш соңына килігуге ұмтылған жау тобы қалай шапса, Қожақын да солай шауыпты. Оғы таусылғанда артындағы жігіттерге қол созады екен. Олар бір жағынан Қожақынның сыртынан келетін жауларды аңдып, оларға оқ жаудырса, бір жағынан оқ дайындап беріп отырыпты. Сөйтіп, Қожақын жауды шері тарқаған шағырып, көш бөгеуден ағытылған судай жөңкіле жөнеліпті. Көп адамынан айырылған дүнген қосыны құрамындағы моңғол таңғыттармен қоса кері шегінуге мәжбүр болған екен. Қожақынның әңгімесін естіген үлкендер жағы: «Ер өзі үшін туып, ер үшін өледі» деген, соғыс кімнің ер, кімнің ез екенін көрсетеді. Әншейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас дегендей, от басында батыр, түзде қорқақ талай адам бар. Еліңді қорғап, ерлігіңді көрсеттің, халқыңа қалқан, жауыңа жасын болдың қарағым. Алла жар болсын саған, деп алғыстарын білдіріп жатты. Қожақын: «Алланың берген қуаты шығар. Шамамызша жанталасып көрдік. Бірақ Ілияс ауылының қырылып қалғанына ішім ашиды. Біз Хан Жеңбауды қырып қашқанда, Сауияның қолы алдымен сол ауылды басып қалыпты да, ондағы әскерлермен бірігіп, 40-тай адамды бірақ қырып тастапты», деп мұңайды. Аз күн отырса да Алтыншөке өңірін өз мекендеріндей сезіне бастаған жұрттың көбі мұнда тірі оралғандарына тәубе қылды. Десе де, әр жерде қалқиған қарақостардан жылау, зар, көрісіндері көтеріліп жатты. Қаша соғысып жүріп, Шыңғыстай құрығынан зорға құтылған ауылдар дүнген жерінде талай-талай атыс шабысты басынан кешірсе де, бұл реткі қаза көптің қабырғасын қайыстырып кетті. Күйзеліп отырған елдің үстіне қырғыннан тірі қалған құр сүлдерін сүйреткен бірнеше әйелді ертіп, Ілияздың тоқалы Гүлсім келгенде зарлы үн тағы көтерілді. Еңірегенде етегі жасқа толған Гүлсімнің өңі
кісі шошырлық беттері айғыз-айғыз, шаң топырақ, шаштары дудырап, көзі қып-қызыл болып кеткен. Сөйлей алмай булыға өксіп жылай береді. Жұрт жынданып кеткен шығар деп көздеріне жас алып оны уатумен болды. Ақыры тілге де келді. Таң атар атпаста қалың жау басып қалды. Еркек дейтін еркектің түрі анау, өз басын амандап қашып кетті. Ауылды басқан жау атып жатыр, шауып жатыр. Қашқан балаларды найзамен түйреп жатыр. Сақалынан жас ағып иман айтқан шалдардың басын қылышпен қағып түсірді. Екі қабат әйелдердің ішін жарып тастады. Гүлсім сөйлей алмай тағы да кемсеңдейді. Көз алдыма келсе болды, жаным түршігеді. Не істерімді білмей батпаққа жығылған түйенің астына тығылып қалдым. Бақытыма жарай деймін-ау, қайтейін, сорым ғой. Бір топ жыңғылға жақын екенмін. Жаудың аяғы алыстаған бір әредікте сонда кіріп кеттім. Күндіз жыңғыл, түзген, сексеуіл секілді бұта бүргенді паналап, түнде жалаң аяқ, жалаң бас, босқан елдің ізімен ілбей бердім. Табанымды тас тілді, таңдайым кеуіп, өлдім талдым дегенде бір өзенге жетіп жан шақырдым. Сол жерде қырғыннан аман қалған, жараланған бірнеше әйелдер мен балалар жолықты. Қырғыннан аман қалған өз ауылымның адамдар екен. Жұртта жылап жатқан 2 жасар ұлымды да ала шығыпты. Гүлсімнің көз жасы омырауына тырс-тырс тамады. 2 иығы солқылдап өксей жылайды. Бірімізге біріміз сүйеу болып ілбіп келеміз. Жұртта қалған сүйек саяқ кезіксе соны кеміріп, өлмеген шыбынжан зорға қозғаламыз. Бара-бара аяғым артына кеткен сияқты жығыла бердім. Жаралы әйелдің бірі баламды алып, бірі өзімді сүйеді. Қатты шошынғандікі ме, әлде аштық азабы ма, бір кезде көзім қарауытып жығылып түстім. Есімді жисам, мені сүйреткендей қылып, сүйемелдеп келе жатыр екен. Балам жоқ. Бала деп баж ете түстім. Басқалардың маған мөлиген жанары, өлген адамның көзі сияқты бозара жылтырайды. Еріндері тілім-тілім жарылған, қартаңдау әйел сөйлеуге тырысып зорға үн шығарды. Көтеріп жүр алмадық, кеше қонған жерде қалып қойды. Жоқ, балам. Тұра жүгірмек болып жанталасып ем, онымнан түк шықпай жығылып түстім. Есімді жисам, басқалар қайдан тапқанын білмеймін, аузыма су тамызып отыр екен. Тірілді деп күбірлейді. Әйтеуір шықпаған жан жетті, балам тірі қалды. Жылаған үні құлағыма әлі естіліп тұрған сияқты. Сөзін зорға аяқтаған Гүлсім бүгіліп кетті. Егіліп жатыр. Тумай жатып қарға қозғынға тірдей жөн болдың-ау, жалғызым, деп зар еңірегенде екетегі жасқа толды. Оған қосылып баласы жұртта тірі қалған талай ана боздады. Қазалы ауылдардың қасіретіне қабырғасы қайысқан елісқан елбасыларын жинап алып. Жаудан құтылдық дегенге әлі ерте. Бір топ жігіт ауылдың айналасындағы тұрғы-тұрғыға шығып қарауылға тұрсын. Екінші топ соғыс болған жерлерді шалып тірі қалғандарды жинасын. Және де бірнешеуі одан әрі қарай моңғол таңғыттардың бірінен тіл алып жаудың жағдайын бақылап келсін. Енді бір топ шолғыншы көштің алдағы бағытын анықтап, жер шалып қайтсын дегенді айтты. Өздерінің ұзақ әрі қиын тағы бір сапарды бастағалы тұрғанын үнсіз түсінген әр шаңырақ өз түтіндерін түтетудің қамына кірісіп, бірінің жоғын бірі түгендеп, етек жеңдерін қымтана бастады. Олардың алдында асқар басы көк түреген Кималайдың алып шоқылары жатты. Сол шоқылардан ескен суы қызғар, күздің жақындап қалғанын аңғартқысы келгендей, қараша үйлердің іргесінен боз боран болып аңырады.